Мұны айту оңай емес. Кейде өткен өміріңе қарап отырып, өзіме өзің сұрақ қоясың. Мен сол кезде шынымен де басқа таңдау жасай алам ба еді? Бұл оқиға мақталықта болды. Жаздың ортасы. Ауа ыстық, түндер ұзақ. Ауылда бәрі бірін-бірі таниды, бірақ ешкім ешкімнің ішіндегі шындықты білмейді. Мен ол кезде жас едім. Қалада оқып жүргенмін, бірақ сол жазда ауылға қайтып келдім. Әкем ауырып қалды. Үйде көмектесу керек болды. Жалғыз қыз болған соң, ауыртпалықтың бәрі маған түсті. Сол кезде менің өмірімде екі жігіт пайда болды. Екеуі де бір-біріне ұқсамайтын. Бірі сабырлы, үндемейтін, көз қарасы ауыр. Екіншісі ашық, күлкісі көп, адамдармен тез тіл табысатын. Екеуі де маған көмектесті. Бірі күндіз, екіншісі түнде. Ал мен сол кезде бір нәрсені түсінбедім. Көмек пен тәуелділіктің арасы өте жұқа екенін. Бірінші жігіт. Ол маған әкемнің дәрісін әкеліп беретін. Таңертең ерте келетін. Үйге кіргенде дауысы шықпайтын. Тек басын изеп амандасатын. Кейде көзіме тура қарамайтын. Бірақ бөлмеде тұрған кезде оның бар екенін терімен сезетінмін. Сөйлеспейтінбіз. Үндемей шай ішетінбіз. Үндемей кететін. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде бір ауыр нәрсе бар еді. Айтылмаған сөздер, жабық қалған сезімдер. Екінші жігіт. Ол кешке қарай келетін. Күлкісімен кіретін. Үй ішін тірілтіп жіберетіндей. Әкем ұйықтап жатқанда менімен ас үйде отырып сөйлесетін. Өмір туралы, қала туралы, арман туралы. Оның да көз қарасында басқа бір нәрсе бар еді. Жылы, бірақ қауіпті. Жақын, бірақ тыйым салынғандай. Ал мен не істедім? Мен таңдамадым. Мен үнсіз шыдадым. Өйткені ол кезде мен үшін бастысы әке, үй, тыныштық. Мен өз сезіміме емес, жағдайға бағындым. Ал мақталықта түн тыныш көрінгенімен, шын мәнінде бәрін көріп, бәрін есте сақтайды. Адам кейде өз денесін емес, тағдырын ауырсынып көтереді екен. Әкемнің жағдайы күрт нашарлады. Түнде жөтелі күшейіп, күндіз орнынан тұра алмай қалды. Сол күннен бастап менің өмірім екіге бөлінді. Күндіз ауыр тыныштық, түнде мазасыз ойлар, ауру түндер. Әкем ауырғанда үйдің ішіндегі ауа да өзгеріп кеткендей болды. Бәрі баяу, бәрі ауыр. Сол түндері бірінші жігіт жиі келетін болды. Дауысы бұрынғыдан да төмен, көз қарасы бұрынғыдан да ұзақ. Ол ештеңе сұрамайтын. Бірақ оның үнсіз отырғанның өзі мені бір шешімге итермелейтіндей еді. Мен сол кезде түсіндім. Кейбір көмектер сөзбен емес, күтумен жасалады. Ал түн ортасында. Екінші жігіт түн ортасында келетін. Сыртта иттер үріп жатқанда, ауыл ұйықтап жатқанда. Ол әкемнің халін сұрайтын. Сосын үндемей қалатын. Бірде ол маған қарап, сен шаршадың деді. Осы бір қарапайым сөз ішімдегі бір шекараны бұзып жіберді. Өйткені ешкім менің шаршағанымды сұрамаған еді. Үндемей шыдау. Мен сол кезде өзімді ақтауға тырысқан жоқпын. Мен ештеңе талап еткен жоқпын. Ештеңе сұраған жоқпын. Мен тек болып жатқанның бәріне шыдадым. Өйткені біреу күндіз келіп, біреу түнде кетіп жатқанда, менің таңдауым емес, жағдайдың заңы жүріп тұрғанын сездім. Ауырса да шыдадым. Ішім ауырса да шыдадым. Жаным ауырса да шыдадым. Ең қауіпті сәт, бір күні олар бір-бірінің бар екенін сезіп қойды. Бұл сөзбен айтылған жоқ. Бұл көзқараспен болды. Үндемей, бірақ өте анық. Сол сәттен бастап үйдің іші бұрынғыдай болмады. Ауа қоюланды. Үнсіздік ауырлады. Ал менің жүрегім бір қателікке жақындап келе жатқанын сезді. Ол түнді мен әлі ұмытқан жоқпын. Өйткені кейбір түндер адамның өмірін екіге бөліп тастайды. Бұрынғы мен және сол түннен кейінгі мен. Сол кеш. Күндіз бірінші жігіт келді. Әдеттегідей үндемей, бірақ сол күні оның көзі бұрынғыдан да ауыр еді. Ол ұзақ отырды. Әдетте шайын ішіп кететін, бұл жолы кетпеді. Үйдің ішінде бір түсініксіз кернеу тұрды. Менің жүрегім де соған ілесіп, соғып тұрды.
Ол орнынан тұрар алдында. Түнде жалғыз қалма, деді. Осы сөздің өзі бәрін айтып тұрғандай болды. Түн ортасы. Түнде екінші жігіт келді. Даусы баяу, күлкісі жоқ. Ол да бірден кетпеді. Терезе жаққа қарап ұзақ тұрды. Бүгін басқа біреу болды ма, деді. Мен үндемедім. Үндемеу кейде ең қатты жауап болады екен. Үшеуміз бір үйде. Сол түні екеуі де үйден кетпей қалды. Бірі бір бөлмеде, бірі екінші бөлмеде. Ал мен ортасында отырдым. Сырттай бәрі тыныш, ішімде дауыл. Мен алғаш рет өзімнен қорықтым. Өйткені мен ешкімді алдағым келмеді. Бірақ бәрі де менің үнсіздігімнен өзінше бір мағына тауып алған еді. Көз қарастар. Олар бір-біріне тікелей ештеңе айтпады. Бірақ дәлізде көздері түйіскен сәт болды. Сол бір секундта бәрі түсініктеді. Қызғаныш, ашу және үнсіз келісім. Мен сол сәтте өзімді кішкентай сезіндім. Әлсіз, шаршаған. Ауыр таң. Таңертең бәрі ерте тұрып кетті. Үйде үнсіздік қалды. Әкем ұйықтап жатты. Ал мен далаға шығып отырып жыладым. Мен жыладым, өйткені өзімді ақтай алмадым. Мен жыладым, өйткені бір мезетте екі адамның өміріне байқамай әсер етіп қойғанымды түсіндім. Кейде адам таңдау жасамайды. Таңдау оның орнына жасалады. Таңғы тыныштық. Ол таң басқаша атты. Ауыл әдеттегідей тірі, бірақ менің ішімде бір нәрсе сынып қалғандай еді. Бірінші жігіт таң атпай кетіп қалды. Үндемей, қоштаспай. Тек ауылдағы қақпаның жай жабылған дыбысы қалды. Сол дыбыс менің жүрегімде ұзақ тұрып алды. Қалғаны екінші жігіт қалды. Бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Дауысы бәсең, көзі күмәнге толы. Ол маған көмектесті, суды тасыды. Әкемнің дәрісін берді. Бірақ әр қозғалысында бір сұрақ тұрғандай сезілді. Мен дұрыс жерде тұрмын ба? Ауыр күндер. Әкемнің жағдайы нашарлады. Түнде мен ұйықтай алмадым. Денем ауырды, жаным ауырды. Сол күндері мен алғаш рет шын мәнінде ауырып жүріп шыдадым. Адам тек денесімен емес, ар ұятымен де ауыратынын сол кезде білдім. Бір ауыз сөз. Бір кеште ол маған, егер мен артық болсам, айта сал деді. Мен жауап бере алмадым. Өйткені ол артық емес еді. Бірақ мен де өзімді ақтай алмайтын халде едім. Күтпеген хабар. Келесі күні бірінші жігіттен хабар келді. Қысқа ғана, мен кеттім, қайта келмеймін. Сол сәтте менің тынысым тарылды. Мен оның кеткенін қаладым ба? Жоқ. Мен оның қалуын қаладым ба? Оны да білмеймін. Мен тек бәрінің осылай аяқталғанына кінәл сезіндім. Үнсіз кешірім. Сол түні мен жалғыз отырдым. Үйдің ішінде тыныштық. Мен ешкімге жамандық тілеген жоқпын. Бірақ бәрде жақсы аяқталған жоқ. Сол кезде мен түсіндім. Кейде ең ауыр нәрсе істеген ісің емес, істемеген таңдауым. Жылдар өтті. Мақталық өзгерді. Мен де өзгердім. Әкем сол жылдан кейін көп ұзамай өмірден өтті. Оның жаназасынан кейін ауылдан кеттім. Қайта оралмадым. Бірақ кей түндері сол ауыл түсіме кіреді. Бірі қайта кетті. Бірінші жігіт туралы кейін кек бір ғана нәрсе естідім. Қалаға кетіп, басқа өмір бастапты. Үйленген, балалы болған. Оның өмірі туралы естігенде ешімде қызғаныш болған жоқ. Кек бір ғана ой келді. Ол да сол жазды ұмытпаған шығар. Ал екінші жігіт. Мен кеткеннен кейін де ауылда қалыпты. Кейде ортақ таныстар арқылы хабарын еститінмін. Ол да үйленді, бірақ ұзаққа бармапты. Бұл менің кінәм бе? Жоқ деп ойлаймын. Бірақ сол оқиға оның да өмірінде бір белгі қалдырғанын сездім. Ал менше, мен көпке дейін өзімді кешіре алмадым. Өйткені мен біреуді алдадым деп емес, ешкімге шындықты айта алмағаным үшін қиналдым. Сол жазда мен махаббатты да, тәуелділікті де, қорқынышты да бір мезетте сездім. Мен ешкімді әдейі жараламадым, бірақ кейде үнсіздікте жаралайтынын сол кезде ұқтым. Ең үлкен сабақ. Қазір артқа қарасам, сол оқиға маған бір нәрсені үйретті. Адам ауырғанда тек денесі емес, жаны да көмек сұрайды. Ал көмекті қабылдау әрқашан
қауіпсіз емес. Шыдаудың да шегі бар. Өзіңді жоғалтпай тұрып, тоқтай білу керек. Неге мен бұл әңгімені айттым? Өйткені бұл оқиға тек мен туралы емес. Бұл ауылда, тыныш көрінетін үйлерде, үнсіз түндерде болып жатқан көп шындықтың бірі. Ашық, айтылмайтын, бірақ ұмытылмайтын. Егер сен осы әңгімені соңына дейін тыңдасаң, рахмет. Мүмкін сен де өз өмірінде бір кездері шыдап жүрген шығарсың. Есінде болсын, әрқашан үнсіз қалу ең дұрыс таңдау емес. Мен ол ауылдан кеткен соң бәрі бітті деп ойладым. Өзінде солай ойлағым келді. Бірақ кейбір оқиғалар адамды артынан қуып жетеді. Күтпеген қоңырау. Әкем қайтыс болғаннан кейін тура 1 жыл өткенде маған түн ортасында қоңырау келді. Нөмір таныс емес. Дауысты естіген сәтте жүрегім шым ете қалды. Бұл бірінші жігіттің дауысы еді. Мен үндемей кете салдым. Бірақ сол жазда болған бір нәрсені саған айтпай кетуге дәтім бармады деді. Ол не білді? Ол сол түні бәрін көріп қойғанын айтты. Бірақ мен ойлағандай емес. Ол екінші жігітті емес, менің қалай күн сайын өзімді жоғалтып бара жатқанымды көріпті. Сен шыдап жүрдім, бірақ ешкім сенен шыдама деп сұрамады деді. Сол сөз мені қайтадан сол үйге апарып тастағандай болды. Ал ең ауыр шындық. Ол тағы бір нәрсені айтты. Сол түннен кейін екінші жігіт өзіне өзі қол жұмсауға шақ қалғанын. Ауылда бұл туралы ешкімге айтылмапты, кек ауырып қалды деген сылтау тараған. Менің қолым дірілдеп кетті. Мен өзімді ақтағым келмеді, бірақ алғаш рет шын қорықтым. Кешігіп келген түсінік, сол сәтте мен түсіндім. Бұл оқиға екі жігіт туралы емес еді. Бұл бір қыздың шаршағанын ешкім байқамаған туралы еді. Бұл ауылдағы үнсіздік қанша адамның тағдырын сындыратын туралы еді. Соңғы соққы. Қоңырау аяқталарда ол бір ауыз ғана сөз айтты. Егер сол кезде бір рет болса да жоқ деп айта алсаң, бәлкім бәріміздің өміріміз басқаша болар ма еді. Телефон өшті. Ал мен ұзақ уақыт орнынан тұра алмадым. Неге бұл бөлім маңызды? Өйткені өмірде ең қауіпті нәрсе ашық жасалған қателік емес. Ең қауіптісі үнсіз келісілген ауыртпалық. Бірақ ұмытылмайтын. Егер сен осы әңгімені соңына дейін тыңдасаң, рахмет. Мүмкін сен де өз өмірінде бір кездері шыдап жүрген шығарсың. Есіңде болсын, әрқашан үнсіз қалу ең дұрыс таңдау емес. Қоңыраудан кейін мен ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Телефон өссе де, сол дауыстың жаңғырығы басымнан кетпеді. Мен өзімді бір нәрседен қашып жүргендей сезіндім, бірақ неден екенін нақты айта алмадым. Хат. Арада 2 апта өткенде электронды поштама қысқа ғана хат келді. Жіберушінің аты жоқ, кек бір жол ғана жазылған. Сен білмейтін бір шындық бар. Егер оны естуге дайын болсаң, мақталыққа қайта кел. Менің қолым мұздап кетті. Қайта оралу. Мен ол ауылға ешқашан қайта бармаймын деп өзіме уәде берген едім. Бірақ кейде өткен өмір сені шақырып алады. Мен бардым. Ауыл бұрынғыдай көрінді. Сол көшелер, сол үйлер. Бірақ менің ішімде бұрынғы қыз жоқ еді. Кім жазды? Мені күтетін адам еш қайсысы емес еді. Бұл екінші жігіттің әпкесі болатын. Ол мені көргенде бірден жылап жіберді. Сен кеткен соң, ол көпке дейін өз-өзіне келе алмады деді. Айтылмаған шындық. Сол жазда екінші жігіт мені шын сүйіп қалғанын айтқан. Бірақ бұл жай сезім емес екен. Ол өзін мен үшін жауаптым деп санаған. Әкем ауырған кезде үйге келіп кетіп жүргенін өзінше міндет деп қабылдапты. Ал менің үнсіздігімді үміт деп түсінген. Ең ауыр сәт. Әпкесі маған оның күнделігін берді. Бір бетінде мынандай жолдар бар екен. Ол шыдап жүр. Мен оның көзінен көріп тұрмын. Егер мен кетсем, ол мүлде жалғыз қалады. Мен сол жерге отырып қалдым. Өйткені ол кетпей қалғаны үшін өзін батыр санапты. Ал мен тек шыдап жүрген қыз едім.
шындықтың салмағы. Сол сәтте мен түсіндім. Мен ешкімді әдейі алдамағанмын. Бірақ менің үнсіздігім біреуге өмірлік уәде болып көрінген. Бұл ең ауыр қате екен. Үнсіз кешірім. Мен ол ауылдан екінші рет кеттім. Бұл жолы ішімде бір ғана тілек болды. Ешқашан өзімді жоғалтып, біреудің үмітіне айналмау. Шым қорықтым. Кешігіп келген түсінік. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл оқиға екі жігіт туралы емес еді. Бұл бір қыздың шаршағанын ешкім байқамаған туралы еді. Бұл ауылдағы үнсіздік қанша адамның тағдырын сындыратын туралы еді. Соңғы соққы. Қоңырау аяқталарда ол бір ауыз ғана сөз айтты. Егер сол кезде бір рет болса да жоқ деп айталсаң, бәлкім бәріміздің өміріміз басқаша болар ма еді. Телефон өшті, ал мен ұзақ уақыт орнынан тұра алмадым. Неге бұл бөлім маңызды? Өйткені өмірде ең қауіпті нәрсе ашық жасалған қателік емес. Ең қауіптісі үнсіз келісілген ауыртпалық. Бірақ ұмытылмайтын. Егер сен осы әңгімені соңына дейін тыңдасан, рахмет. Мүмкін сен де өз өмірінде бір кездері шыдап жүрген шығарсың. Есінде болсын, әрқашан үнсіз қалу ең дұрыс таңдау емес. Адам кейде өз өміріндегі бір кезеңді жай ғана өтті деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол біреудің бүкіл тағдырына айналғанын кеш түсінеді. Күнделіктегі соңғы бет. Екінші жігіттің күнделігін сол түні соңына дейін оқыдым. Соңғы бетінде күнде жоқ, уақытта жоқ. Тек бір сөйлем ғана. Мен кетсем, ол тынышталар. Ал мен қалсам, ол шыдай береді. Сол жолдарды оқығанда, жүрегімнің ішінен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Өйткені ол менің шыдағанымды махаббат деп ойлаған. Ал мен шыдауды тірі қалудың жалғыз жолы деп түсінгенмін. Бір тағдыр қалай өзгерді? Ол кейін толық өзгеріп кеткен екен. Бұрын ашық, күлкілі жігіт үнсіз, жабық адамға айналыпты. Адамдармен араласпайтын болған. Көзі бір нүктеге ұзақ қарай беретін көрінеді. Әпкесі маған, ол сол жаздан кейін ешқашан бұрынғыдай болмады деді. Бұл сөз менің ішіме қышқылдай сіңіп кетті. Ал бірінші жігіт ше? Мен кейін білдім. Бірінші жігіт сол түні бәрін түсініп кеткен, сол үшін кеткен. Өйткені ол мені қалаған жоқ. Ол мені сол күйімде көріп, сол күйімнен құтқарғысы келген. Бірақ бір ауыз сөз айтуға батпаған. Оның кетуі қашу емес екен. Оның кетуі үнсіз құрмет екен. Ең ауыр мойындау. Мен көп жыл өзімді ақтаумен жүрдім. Мен ешкімге уәде бермедім дедім. Мен ешкімді алдамадым дедім. Бірақ уақыт өте келе мынаны мойындадым. Мен өзімді қорғауға да батылым жетпеген. Мен жоқ деп айта алмадым. Мен шекара қоя алмадым. Мен өз ауырлығымды өзім ғана көтеруім керек деп ойладым. Ал бұл ең үлкен қателік екен. Неге мен бұл әңгімені айтып отырмын? Өйткені бұл оқиға бір қыздың емес, көп адамның басынан өтетін үнсіз трагедия. Бұл ауылда ғана емес, қалада да, тыныш үйлерде де болып жатқан шындық. Ашық айқайсыз, айқайсыз жылаумен. Соңғы сөз. Егер сен бұл әңгімені тыңдап отырып, бір сәтке болса да өзімді танысан, тоқта, шыдама, айт, өзімді жоғалтпа. Өйткені біреудің үмітіне айналу, өзімді жоғалтудың ең тыныш жолы. Шым қорықтым. Кешігіп келген түсінік, сол сәтте мен түсіндім. Бұл оқиға екі жігіт туралы емес еді. Бұл бір қыздың шаршағанын ешкім байқамаған туралы еді. Бұл ауылдағы үнсіздік қанша адамның тағдырын сындыратыны туралы еді. Соңғы соққы. Қоңырау аяқталарда ол бір ауыз ғана сөз айтты. Егер сол кезде бір рет болса да жоқ деп айталсан, бәлкім бәріміздің өміріміз басқаша болар ма еді. Телефон өшті. Ал мен ұзақ уақыт орнынан тұра алмадым. Неге бұл бөлім маңызды? Өйткені өмірде ең қауіпті нәрсе ашық жасалған қателік емес. Ең қауіптісі үнсіз келісілген ауыртпалық.
бірақ ұмытылмайтын. Егер сен осы әңгімені соңына дейін тыңдасан, рахмет. Мүмкін сен де өз өмірінде бір кездері шыдап жүрген шығарсың. Есіңде болсын, әр қашан үнсіз қалу ең дұрыс таңдау емес.